Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай әрі тез дайындалатын панкейк дайындаймыз. Бұған керекті ингредиенттер: ұн, сүт, май, қант, жұмыртқа және қамыр қопсытқыш. Барлығын араластырып аламыз да Ондан кейін, ұнды салғаннан кейін осындай қою болады. Оған біз 50 грамм сүтімізді құямыз. Сүтті көп құймаймыз. Сұйық болып кетсе, дұрыс шықпай қалады. Табамызды қыздырамыз. Оттың астын қатты қыздырмаймыз. Қатты қыздырсақ, асты күйіп кетеді де үсті піспей қалады. Міне осылай болып пісу керек.